Қайырлы күн достар. Біз бүгін тауық етінен жасалған өте дәмді хе салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 килограмм тауықтың төс еті, 2 үлкен ашылған жуылған сәбіз, 1 бас пияз, 3 ас қасық соя, 1 бас сарымсақ, 1 бас ақ желкен, тұз, бұрыш, сірке қышқылы және 1 чим-чим қажет болады. Осы заттардың барлығын пайдаланып, әдемі хе жасайтын боламыз. Бізге ең әуелі тауықтың төс етін жақсылап жуып, оны ұзынша етіп турайтын боламыз. Еттің ұзынша біркелкі болып туралғаны жақсы, салат жақсы көріну үшін, ет жақсы пісу үшін міндетті түрде ұзынша ғып, жіңішкелеу ғып тураңыз. Туралған етті үлкенде ыдысқа саламыз. Араластыруға жақсы болу үшін ыдысымыз міндетті түрде кеңдеу болған жақсы. Еттің үстіне 1 бас пиязымызды ортасынан бөліп, ұзынша етіп, жіңішкелеп турап, еттің үстіне қосамыз. 2 үлкен сәбізімізді үккіштен өткізіп, ұзыншалап, сәбіздің ұзынша болғаны маңызды, өйткені салат әдемі болып шығу үшін сәбіздерді осылай өткізіп аламыз. Пиязымыздың үстіне саламыз. Енді сәбізімізді өткізіп болғаннан кейін үстіне 1 бас сарымсағымызды майдалап турайтын боламыз. Сарымсақты пышақпен немесе чеснок езетімен, болмаса үккіштің осындай чеснок майдалайтын жағымен майдалап қоссаңыздар болады. Сәбіздің үстіне қосып, дайын болған заттарымызға 3 ас қасық сірке суын қосатын боламыз. Қасықты қатты толтырмай 3 ас қасық қоссаңыздар болады. Сірке қышқылы өте көп болып кетпесін, ол қышқыл дәм береді. Салат дәмсіз болып қалуы мүмкін. Сол үшін 3 ас қасықты толтырмай қосып, жақсылап араластырып, барлық жеріне сірке қышқылы тиетіндей ғып жақсылап араластырып, 2 сағатқа бетін жақсылап жауып, міндетті түрде жақсы жабылып тұру керек, ет пісу үшін жақсылап жауып қойып қоямыз. Біздің етіміз пісем дегенше 1 бас ақ желкенімізді жақсылап жуып, жақсылап турап, дайындап қоятын боламыз. Қазір дайын болған осы ақ желкенімізді хе салатымыздың үстіне дәм беру үшін қосатын боламыз. 2 сағаттан кейін хенің дайын болған піскен хенің суын сығып алып тастап, үстіне 1 бас ақ желкенімізді, 3 ас қасық соямызды, 1 чим-чим, тұз, бұрыш, дәміне қарай дәмдеуіштерімізді қосатын боламыз. Тұзды да, бұрышты да, дәмдеуішті де дәміне қарай ашығыңыз келсе молдау ғып, дәміне қарай қосып, жақсылап араластырып, 20 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған салатымызды бір араластырып жеріп, әдемі етіп, ыдысымызға салып, ұсынамыз. Жей болады, дайын болды. Егер менің осы рецептім ұнаса, дәл осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Осылай жасауға сіздерге кеңес беремін. Салат ретінде де, тамақ ретінде де жесеңіздер болады. Егер осы рецепт ұнаса, лайк басып, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіз.